Мен Найзабаева Айман Әлімбайқызы 1991 жылы 19 ақпанда отбасымның тұңғышы болып дүниеге келдім. Әкем филолог, абайтанушы ғалым. Анам қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Әдебиетке деген қызығушылығымды арттырған менің тұңғыш ұстаздарым да осы ата-анам. Ойлап қарасам, өзімнің болашақ мамандығымды бала күнімде-ақ таңдап қойған секілдімін. Жалпы менің өмірімде Абай есімі ерекше орын алады. Жастайымнан Абайдың өлеңдерін жаттап, әдебиетшілердің ортасында тәрбиеленген мен 2007 жылы орта мектептің 9 сыныбын үздік аяқтап, Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжіне оқуға түстім. Қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін үздік дипломға аяқтап, 2014 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті атандым. Университеттен соң магистратураны тамамдап, ұстаздық қызметке бет бұрдым. Бүгінде жас маманмын. Бауыржан Момышұлы атындағы номер 45-ші Қазақ классикалық гимназиясында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беремін. Жұмысқа қабылданған күннен бастап сынып жетекшілік қызмет атқарып келемін. Сондай-ақ гимназиядағы Шамшырақ әдеби үйірмесінің жетекшісі ретінде гимназия газетінің жауапты редакторымын. Шығармашылықпен айналысу ұстаздың басты қыры деп есептеймін. Мектеп қабырғасында жүріп әртүрлі тақырыптарға қалам тербеп, өлең жаза бастадым. Өлеңдерім Алау сезім деген атпен 2011 жылы жинақ болып басылып шықты. 6 сыныптан бастап Республикалық Ұлан газетінің тілшісі куәлігін иелендім. Қалам мен қағазды жаныма серік етіп, сүйікті мамандығымның тереңіне бойлай түсуге деген құштарлығым мол. Асыл сөздің кестелі тұнығындай, ұлағатты ұлтым мен ұғымым бай. Жас маман болып бүгінде желіп тұрмын, шыңға біткен шынардың шыбығындай. Қазағым қасиетті кие көрген, өлең менен ойымды жиырыммен, ұстаз деген ұл есім бүгін менде осынау мамандықты иеленгем. Ұстазбын мен, затыма ғасыр қарыз, сүрлеу соқпақ жолдарым жосылған із. Жас маман боп қалайша жанбай тұрам, жалындайтын жастықтың жасындамыз. Таңдана бер сыртымнан бақылада, жанашырмын жақынға жатыңа да, атағы жоқ актермын атым әлім, оқушы боп сөйлейтін сахнада. Тағдыр кейде аяқтан күле шалған, күрескермін тірлікпен күресе алғам. Алтынсарин бастаған ұлы көштің артынан арманым жоқ, ілесе алсам.